Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай сөзсіз бәріне ұнайтын өте дәмді меловой торт дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала медті жақсылап ертіп аламыз. Содан соң үстіне жарты шайный ложка сода салатын боламыз. Содан соң осылай процесске түседі, жақсылап араластырып аламыз. Түсі осылай карамельный түске енгенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне май саламыз. Майымыз жақсылап ерігеннен соң оттан алатын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар да, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Осылай шекер мен жұмыртқаны араластырып болғаннан соң, балды массамызды жай қозғап отырып, құйып араластырып аламыз. Суытып аламыз әрине. Ыстық болса жұмыртқа пісіп кетеді. Сол себептен алдын ала суытып, егерде қатты ыстық болса, осылай қозғап тұрып араластыру керек. Содан соң үстіне електен өткізілген ұнымызбен разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен тестамыз дайын. Осылай қолға жабысқақ қамыр болады. Сол себептен пакетке салып, жарты сағат немесе 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне жарты сағаттан соң мен уже алып дайындап жатырмын. Кішкене ұнды сеуіп жібереміз. Теңдей етіп 10 бөлікке бөліп аламыз. Енді осылай барлығын диаметрін 20 диаметрде жайып пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін осылай президенттің 20-25% қаймағын, содан соң желание сгущенкасын саламыз. Барлығын салып, үстіне сливки құйып,
жақсылап қоюланғанша миксерлеп аламыз. Міне креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Тоғыз коржды крем жағып жинаймыз. Бір коржды крошка дайындайтын боламыз сыртын қаптауға. Міне барлығын жағып болғаннан соң осылай крошкасын жағып, сыртынан кальцон кигізіп, холодильникке салып қоямыз. Осымен тортымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сөзсіз сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.